Петропавлда озат оқушыларға шәкіртақы төленеді. Облыс орталығындағы мектептердің бірінде 100-ден астам бала осы мүмкіндікке ие болған. Қазір оқу ордасында шамамен әр 9-шы бала оқу озаты. Шәкіртақы алу үшін оқушылар тіпті басқа мектептен де ауысып келеді екен. Сюжет көрейік. Біз Ғабит Мүсірепов атындағы нөмірі 43-ші мектепке келдік. Бұл білім ордасында оқитын үздік оқушылар шәкіртақы алады екен. Оларға берілетін қаражатты осы мектептің түлегі Петропавлдық кәсіпкер төлеп отыр. Қазір мұндағы оқушылар жас мөлшеріне қарай әртүрлі сомада шәкіртақы алады. Бұл 4-ші Б сыныбы. Мұнда 30-ға жуық бала оқиды. Оның оқу озаты. Солардың бірі Злата Курдина. Бірінші сыныптан бері үздіктер қатарынан көрініп, шәкіртақыға ие болған ол актриса болуды армандайды. Сол үшін шәкіртақысын жинап, қаражатты оқу курстарына жұмсаған. По всем предметам я стараюсь получать высокие баллы. Барлық пәннен жақсы баға алуға тырысамын. Сол үшін сабақтан қалмай үнемі ізденісте жүремін. Биыл жинаған ақшамды жұмсап, продюсерлік курсты оқып бітірдім. Мектепте 1000-ға жуық оқушы білім алады. 100-ден астам бала оқу озаты. Ынталандыру мақсатында төленетін шәкіртақы балалардың жас ерекшелігіне қарай беріледі. Мәселен, 2-ші сынып оқушылары 3000 теңге алса, жоғары сыныптағылар 20 000 теңгеге дейін шәкіртақы алады. Благодаря стипендии я могу. Қажетті затты ата-анамнан сұрамай, өзім сатып алуға тырысамын. Сіңлім де осы мектепте озат оқушы. Екеуміз шәкіртақымызды жинап 180 000 теңгеге күшік сатып алдық. Бұл біздің көптен бергі арманымыз еді. Оқушылардың ай сайын тұрақты түрде алатын шәкіртақысын осы мектептің түлегі кәсіпкер Андрей Исаков төлеп отыр. Бұл игістің бастау алғанына биыл 6 жыл. Осының арқасында балалар сабаққа дейін қойып, үнемі үздік болуға ұмтылады дейді мектеп директоры. Средняя школа номер 43 имени Ғабита Мүсірепова. Мектебімізде 927 оқушы бар. Оның 102-сі ынталандыру шәкіртақысын алады. Нәтиже жақсы. Балалар сабаққа дейін қойып, жоғары көрсеткіштерге ұмтылады. Оқуға деген ынта артқаннан кейін сайыстарда да топ жарып келеді. Мәселен, былтыр 49 оқушы халықаралық, ал 56-сы республикалық олимпиадалар мен байқауларда жүлдегер атанды. Үздік өрендерге шәкіртақы 2017 жылдан бері беріледі. Жалпы қор 900 000 теңге шамасында. Әр ай соңында озаттардың тізімі әзірленіп, кәсіпкер қаржыны аударады. Кейін ол оқушылардың ата-аналарына жіберіледі. Айнұр Досан, Сұлтан Өкенов, жаңалықтар қызметі.